Достойный ер адамды қайдан табамыз? Егер сен қабатты, отбасын, сені бір жалғыздықтан құтқарушы ретінде көретін болсаң, онда сенің өзіңе емделу керек. Себебі сен толыққанды, іштей толыққанды болған кезде ғана қасыңа толыққанды адамды табасың. Егер өзіңе сенімсіз, ішкі жараңменен біреуден махаббат сұрайтын болсаң, онда сенің ескі психологиялық травмаларыңды қайталайтын адамды өміріңе тартасың. Бірінші ол өзіңді табу, өзіне сенімді болу, ішкі меніңнің құнын білу. Егер сен біреудің айтқанын істеп, өзіңнің қалауыңды өшіріп, біреудің талабын орындап кететін болсаң, онда сен тәуелді отношениені құрып аласың. Сондықтан да сырттан іздемейміз. Қыздар, бірінші өзіміздің ішімізден өзімізді танимыз. Өзіміздің ескі травмаларымызды, керексіз болған сәттерімізді, сондай ситуацияларды проработка жасау арқылы ғана біз өзімізді табамыз. Өзімізге сенімділікті қайтарамыз. Өзіміздің құндылықты шығарған кезде ғана біздің өмірімізге толыққанды достойный ер адам тартылып келетін болады. Өзі ақ.